Сәлеметсіңдер ме, 2 сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілінен 11 және 13 сабақтар аралығын орындайтын боламыз. Менімен бірге орындаңдар. 11 сабақ я әрпінің жазылуы. Я әрпінің жазылу емлесін білемін. 43 жаттығу мәтінді тыңда. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам, адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақыртып былай депті: босқа дауласпаңдар. Адам үшін бәріңнің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса, адам естіп, көріп және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер, бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер депті. Жарайсыңдар балалар, мәтін мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер дейді. Мәтінде дене мүшелерінің таласы туралы айтылған, және де соңында адам барлығын сабырға шақырып, бір-бірлеріңді сыйлаңдар, барлықтарының да керектерің бар деп айтқан екен, я? Мәтіндегі қай дене мүшесінде я әрпі кездеседі балалар? Әрине, аяқ. Жарайсыңдар. Келесі 44 жаттығу. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір. 2 көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. 2 қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін екен. Жарайсыңдар. Сөзде я дыбыстары естілгенімен жазуда солардың орнына я әрпі жазылады. Мая, сая, таяқ. Жарайсыңдар. 45 жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз дейді. Балқия тісін жуды. Оның тісі тазарды. Інісі Аянның тісі ауырды. Міне көрдіңдер ме? Дәптерге жазылғандай бізге көрсетіп қойған. Енді осыны көшіріп жазыңдар, және де әдемілеп жазуға тырысыңдар. Бізде осы жерде я әрпі бар сөздерді тап дейді. Балқия және Аян. Осы 2 сөзде бізде я деген әріп бар екен, яғни адамның аттарында. Жарайсыңдар. Келесі шығармашылық үзіліс. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы. Бірінші әріптерге қараңдаршы балалар, қандай сөз шығуы мүмкін? Әрине, шаян. Жарайсыңдар. Келесі әріптерде бізде бірінші жазылып тұр, тұяқ. Ал 3-ші әріптерге қараймыз. Ортасынан бастап қараймыз. Аялдама. 4-ші. Бұл жерде ортасынан бастап қараңдар. Қияр. Және соңғысы Әсия. Жарайсыңдар балалар. Келесі я әрпінің жазылуы. 12-ші сабақ. 47-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Аян ағасының баласы екеуі сабаққа барды. Олар жолда Әлиямен кездесіп қалды. Әлия қасындағы кісіні қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді түрткілеп келеді. Аян бірден: мына кісінің көзі көрмейді екен ғой, деп ойлады. Атаң ба? Деп сұрады Аян. Көрші тұрамыз, деп Әлия басын изеді. Аян Әлияның үлкенге құрмет көрсеткеніне сүйсіне қарады. Мәтін кім туралы айтылған балалар? Аян туралы айтылған, я? Келесі мәтіндегі негізгі ойды айт. Мәтініміздегі негізгі ой үлкенге құрмет көрсету екен. Жарайсыңдар балалар. 48-ші жаттығу. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды тауып жаз. Әдепті бала арлы бала. Ақылды қария ағып жатқан дария. Сәлем сөздің анасы. Бізде 2-ші мақалымыз келеді. Ақылды қария ағып жатқан дария. Және әдепті бала арлы бала. Себебі Әлия үлкен қарияға әдептілік танытып көмектесіп жатыр. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды. Я жазылады екен. Мия, тақия, Әлия. Жарайсыңдар. Енді берілген тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрастырып жаз дейді. Тірек сөздеріміз әдепті қыз, қария, сая,
ұят, үлкен кісі және сыйлайды деген сөздер. Енді мәтін құрастырайық. Сая әдепті қыз. Ол қарияларды, үлкен кісілерді сыйлайды. Үнемі амандасып, көмектесіп жүреді. Егер үлкен кісілерді сыйламасақ, ұят болады. Жарайсыңдар. Енді келесі мәтінді оқиық. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылатын желмая дегеніңіз немене? Балам, желмая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркешті нар түйені көрдің бе? Оны қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желде ескен жүйріктерін желмая дейді. Жарайсыңдар. Енді мәтіннен я әрпі бар сөздерді теріп жазайық. Бірінші сөз Алдияр, адамның аты. Келесі желмая және мая деген сөздерде я әрпі бар екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 13-ші сабақ я әрпінің жазылуы. Мәтінді оқиық. Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп тоқтап демалады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр, елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді. Бірақ Саят оны тыңдамай әжейдің шелегін үйіне апарып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. Іш балам, іш, деді әжей су беріп. Бақтияр ұялғанынан суды ішпестен далаға атып шықты. Мәтінде балалар не туралы айтылған? Үлкенді сыйлау, көмектесу туралы айтылған, Бақтияр неге ұялды деп ойлайсыңдар? Себебі ол әжейге кезінде көмектеспеген еді. Жарайсыңдар. Келесі сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазып, оның себебін түсіндір. Пияз, ұрқия, дария, зиян және аяз сөздері. Барлық сөздерге я әрпін қойып шықтық. Және а әріптерін қоймаймыз. Олар тек айтылғанда естіледі. Ал жазатын кезде тек я әрпін жазамыз. Келесі 53-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерді тауып жаз. Қария, дария, желмая, шаян, қияр, тұяқ. Жарайсыңдар. 54-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Бұл не екен балалар? Қорқақ қоян, Енді жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдау жаса дейді. Қоян сөзіне дыбыстық талдау жасайық. 4 әріп 5 дыбыс бар. Қарапайым сөздерде қанша әріп болса, сонша дыбыс болады. Ал бізде қоян сөзінде 5 дыбыс деп тұрмыз. Себебі я әрпі 2 әріп болып естіледі. И және а. Қ әрпіміз дауыссыз, қатаң. О әрпі дауысты, жуан. Я әрпі дауысты және қосарлы. И әрпі дауыссыз, үнді. А әрпі дауысты, жуан. Н әрпі дауыссыз, үнді болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер: балалар, құстар, ұя жасау және жем шашу. Енді осы сөздермен мәтін құрастырайық. Құстарға қамқорлық. Балалар еңбек сабағында құстарға ұя жасады. Ұстаздарымен бірге сыртқа шығып, бір ағашқа ұяны орналастырды. Ішіне кішкене жем шашып қойды. Балалар келесі сабақта ұяны көруге келсе, ұяға құстар келіпті. Құстарға қамқор болайық балалар. Көрдіңдер ме балалар? Біз тірек сөздер бойынша мәтін құрастырдық. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.